I think when I was watching the film, Кітап жазуыма қазақстандық зерттеуші Нұрбол Баймұхановтың жылқы тарихы деректі фильмі әсер етті. Ұлы даланың адамзаттың дамуына қаншалықты әсер еткені жайлы еуропалықтар, Дания жастары да білсе екен деді. Сондықтан еуропалық оқырманды ботай мәдениетімен таныстыру мен үшін маңызды. Әрине, адамның одан әрі дамуында жылқының қолға үйретілуі үлкен рөл атқарады. Адамдар көшіп қону мүмкіндігіне ие болды. Бұл өз кезегінде көшпелі өмір салтына әсер етті. Кітабымды алдағы уақытта қазақ, орыс тілдеріне аударып шығару жоспарымда бар. Қазақстандықтардың бізді ашық жарқын қабылдап, қонақжайлығын көрсетіп жатқанына алғысымыз шексіз. Бұл фильм өте танымалды. Мысалы келтіретін болсақ, PBS мемлекеттік Американың каналында бұл топ 10-дықта жақсы көрермендерді тартатын фильм, документальный трилогиясы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл фильмнің біздің жалпы өркениетіміз, көшпенділік дейміз ғой, жалпы ат үйрету және ағылшынша айтқан доместикацияның мәселесін сол фильмде көтеріліп, осы Қазақстанда біз 3-4 аймақта тарихи көркем реконструкциясын жасадық. Соның нәтижесі мінекей Еуропаның жасөспірімдері көріп, соны елестетіп, осындай бір талпыныс болып кітап жазды. Бұл енді кітаптың атауының өзін көрдіңіз, Ботай деп аталады. Ботай бұл біздің еліміздің бренді, бүкіл халықаралық деңгейдегі. Сондықтан бұл ғылыми түрде бүкіл әлемге мойындатқан бір хикая болды. Келешекте осындай жобалар арғарата болу керек. Әсіресе осы Шығыс Қазақстанның жері. Себебі менің ойымша Шығыс Қазақстан бұл бүкіл қазақ елінің кіндігін, Алтайдың төңірегінен шыққан біздің үлкен мол тарихымыз бар. Және де оған бірнеше қазір ғалымдар зерттеулер жүргізіп, сондай нәтижелі жұмыстар көрсетіп жатыр. Мен ойлаймын, келешекте бұл енді Леонораның келесі кітабында осы Алтай мекені кітапқа түсу керек. Және де осындай жастардың тілімен еуропалық оқырмандарға бұл біздің тарихқа бір қадам болу керек. Негізі менің осы жылқыға деген махаббатымды әкем ашқан болатын. Ботай туралы да әкем айтқан болатын. Соны өзіме жаңа хобби ретінде басында қабылдадым. Кәдімгі ұнаттым осы істі. Өткенде кішкентайынан әкеме жылқы бағысып өстім, жылқы малын түсініп өстім. Содан кейін осы Нұрбол ағаның жаңа фильмі шыққан туралы естіп, осы жаққа Леонора келетінін естігеннен кейін бұл кісілер мені шақырып, өйткені екеуміздің де жаңағы қызығатын нәрсеміз бір болғандықтан екеумізді таныстыру мақсатында осы жаққа шақырды.